екі елдің тіліміз бір, дініміз бір, салт дәстүріміз бір, әдет ғұрпымыз бір, көшпелілік өмір салтымыз бір, осы қос елдің арасын байланыстырып тұратын үлкен біздің ортақ ұлы тарихымыз бар. Өйткені сонау түркінің қос бұтағы саналатын осынау екі елдің басына не келмеді, не кетпеді, сондай қиын сәттердің барлығында да екі ел бір-біріне бауырластығын жоғалтқан емес. Манас жырын ең алғаш қағаз бетіне түсірген ол біздің ұлы ғалым Шоқан Уәлиханов болатын. Кешегі осы алмағайып замандарда осы Манас жырына қауіп төнген кезде қарлығаштай шырылдап сол Манас жырын қорғап қалған осы біздің Мұхтар Әуезов ғұлама ғалымымыздың, ұлы суреткер жазушымыздың еңбегін ешкім жоққа шығармайды деп ойлаймын. Бұл нені көрсетеді? Бұл екі елдің арасындағы тұлғалардың бір-біріне деген үлкен жанашырлық, туысқандық сезімін айқындайды. Осы кешегі етегі еміреніп, қабырғасы қайысып, арыс белі майысып, тар заманда Кенен атамыз өзінің боздағынан айырылып, боздап отырған кезде Тоқтағұлдың келіп, Кенен атамызды жұбатып жыр айтуы, әгі ассалаумағалейкум, айналайын Кененім, көріскелі кебедім, Алатауды күңірентіп, зарлана салған әуенің деп бастап, әгі әйешің тағы ұлтуып, асығын қайта шашылар, беліңді тікте, еңсеңді көтер, қазақ қырғыз тілеуіңді тілеп отыр. Сен майыссаң, елдің белі майысады, қазақтың Кененінің көкірегі төмендемесін, тұлғасы төмендемесін, көтер басыңды деген кезде Кенекең басын көтергіп, сол Тоқтағұлдың жырына тәубе қылған. Мінекей осында екі елдің арасындағы бауырластық қай кезеңде де осы қос халықтың жүрегін елжіретеді, бауырын елжіретеді. Сонау Шыңғыс Айтматовпенен осы Мұхтар Шаханов ағаларымыздың арасындағы достық сыйластығы, не болмаса қазақ қырғызды қатар тербеткен Илья Жақановтың әрбір әні осы қос елдің рухани арнасына ортақ мұралар. Мінекей осындай бірнеше мысалдарды көптеп келтіре беруге болатын шығар. Мен ойлаймын, бүгінгі таңда екі ел әсіресе өзінің діңгегі бірге, тамыры бір осы мәдени байланысын арттыра түсуіміз керек. Енді жаңа өзіңіз тілге тиек етіп өткен